барлығымыз шат ішінде тұра алайық. Бірінші көңіл күйіміз көтеріледі. Барлықтарына мен сәттілік беруім сұраққа. Ал бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлайық. Бүгінгі сабағына сәттілік. Бүгінгі сабаққа белсенді бол. Бүгінгі сабағына сәттілік. Бүгінгі сабағына жақсылық. Бүгінгі сабағына сәттілік және белсенді қатысу. Бүгінгі алған біліммен жетістіктерге жетеді. Бүгінгі сабақты белсенділікті артып, көңіл-күйін керемет болсын. Бүгінгі сабақта жақсы баға алудан жеткізсін. Бүгінгі сабақта белсенді қатысу. Бүгінгі сабағына сәттілік. Бүгінгі сабақта белсенді. Бүгінгі сабағына белсенді қатысу. Бүгінгі сабаққа белсенді қатысу, өзіңді жанды көрсетеді. Бүгінгі сабаққа сәттілік. Бүгінгі сабаққа Жақсы, рахмет балалар. Жүректен жүрекке тренинг арқылы бірімізге жақсы көңіл күй сыйладық. Енді топқа бөлінеміз. Топқа да жүрек арқылы бөлінсек деп ойлап тұрмын. Мына жерде қызыл жүрекшелер жатыр. Әрбіріміз бір-бір жүрекшені аламыз. Жүрекшенің артында топтың атаулары тұр. Сол бойынша 3 топқа үміт, арман, махаббат деген 3 топқа бөлініп отыра қалайық балалар. Сыныпта бүгін ақпанның 17-сі, сыныпта 21 бала оқиды, 17-сі сабақта отыр, 4-еуі себепті. 4-еуі жоқ, себеп. Жақсы. Үйге қандай тапсырма берілді? Ал Амина? Тапсырмасы үйге мұғалім шылам хикаясы. Шылам хикаясы. Жақсы. Енді бәріміз тақтаға назар аударайық. Біз адам жанының құпиясы бөлімінің Бейімбет мұғалімнің Шұғаның бейгісі хикаятымен танысып бірнеше сабақ талдадық. Бүгінгі сабағымыздың мақсатымен таныстырып өтсеңіздер ме, көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтаймыз, әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасаймыз, шығармадағы әдеби тілдік құбылты мен айшықтаудың түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға береміз. Міне осы 3 мақсатпен сабақтың өн бойында біз бірнеше тапсырмалар бойында бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Жақсы. Енді барлығымыз назарымызды экранға аударайық. Өткен тақырыпты есімізге түсіру үшін ой-түрткі сұрақтарына жауап берсек балалар. Әрбір топтан, қай топтан? Үміт, арман, махаббат тобынан. Қай топтан кім шығады? Ой-түрткі сұрақтарына үміт тобынан кім шыққысы келіп отыр? Ал қайсымыз шыққымыз келіп отыр? Ал арман жағы. Үйден шықты. Сұраққа жауап берсін. Даусыңды шығарып оқиды. Қазіргі қазақ қыздарының тағдыры шұғамен салыстырмалы түрде қандай деп ойлайсыздар? Сұраққа ол барлық салт дәстүрді білген және де сол заманның өте тәрбиелі, тәрбиені өте жақсы көрген, абыройлы отбасынан болған қыз болатын. Ал қазіргі заманауи қыздарға қарасақ, заманауи қыздар өзінің құқығын қорғай алады және де өз қалаған ойларын өздері қалағанына жеткізе алады және де қазіргі қыздар бұрынғы замандай өз салт дәстүрлерін әлі күнге дейін ұстанып келеді. Жақсы. Келесі сұраққа Аружан жақсы жауап берді. Келесі сұраққа кім жауап береді? Арман тобынан Амина шыққысы келіп отыр екен. Шұған белгісі оқиғасы. Амина, экранға қояйық.
қарап тұрады ғой, сенің жауабыңды бүкіл класс тыңдасын. Шұған белгісі оқиғасында постапты жолаушылаған мезгіл күз мезгілі. Яғни автор хикаяның басында күз мезгілін көркемдеп Иә. Постапты жолаушылаған мезгілде күз мезгілін суреттеген. Күз мезгілі қалай? Есіңізге түсірші, бір сөйлемен айтшы. Күз мезгілі қалай? күн суыта Күн суыта бастаған. Содан кейін бастаған кезде біз осы сөйлемді кім айтады? Екі жолаушының мезгіл, күз мезгілін кім айтып береді? Аминаға кім көмектесіп береді? Ал, қайсымыз көмектесіп береді? Азиза? Күзді қалай сипаттаған жазушы? күн суыта бастаған кез екі жолаушы аспанды күн суыта бастаған кез жел ұрып, яғни бұл оқиғаны біз жолаушы үстінде қонған емен сұрап келген шидем күпі қолтығындағы жұрттықтан ауа жел ұрып тұр деп Күз мезгілі екенін, біз осыдан күз мезгілі екенін біле аламыз. Жақсы. Отыра қой. Өте жақсы, жарайсың. Амина ойын айта білді, бірақ толықтырып, Азиза толықтыра білді. Өте жақсы. Жарайсың да. Аружан да өте жақсы жауап бере білді. Енді келесі сұраққа Ама жауап бергісі келіп тұр. Екінші ұяшықтан басып керек екен. Ал енді Амыр былай. Бейімбет Майлиннің Шұғанның белгісі шығармасы қандай жанрда жазылған? Эпикалық Жанрдың ішінде эпикалық жанр, соның ішінде прозалық жанрдың хикаясына жатады. Прозалық жанрдың хикая. Сонда повесть түрінде жазылған, не? Повесть түрінде. Ал енді хикаят дегеніміз не? Хикаят деген ол болса, бір адамның болса, ол ертегіні айтуы болуы. Романнан кіші, әңгімеден үлкен, шығарманы не дейміз? Хикаят. Сонда шығарманың белгісі қандай үлгіде жазылған жанр екен? Хикаят түрінде жазылған жанр екен. Жақсы. Келесі. Ама ойын жеткізе алды, бірақ кішкене әлі де толықтыру керек ама ойын жеткізу үшін. Келесі ұяшықтағы сұраққа Арман тобынан бір оқушы шықса деймін. Қайсымыз шығамыз? Ерасыл шығамыз. Қорқпаймыз. Күнделікті жауап беріп жүрген сұрақтар болады. Сұрақты оқи ғой, Ерасыл. Бейімбет Майлин Шұғанның белгісі шығармасы арқылы нені жеткізгісі келді. Бейімбет Майлин Шұғанның белгісінде бір-бірінің үстіне Қос махаббаттың қосыла алмай қалғаны туралы жеткізгісі келді. Арманына жете алмаған қос махаббатты жеткізгісі келді. Тағы не жеткізгісі келді? Ең бірінші сол кездегі қандай проблема болды? Қандай? Әділетсіздік. Кімге әділетсіздік болды? Қыз балаға сонда әйел? Жақсы. Ерасыл тұр. Ерасылға біреу көмек. Ұмыттығына біреу. Ал, Азиза айта ғой. Бейімбет Майлин бұл шығарма арқылы сол уақыттағы әйел теңсіздік арқылы қос махаббаттың бірге бола алмай қалуын, яғни әлеуметтік теңсіздік және де салт дәстүр әдет-ғұрыптардың нәтижесінде қос ғашық бірге бола алмайды. Дұрыс айтасыз. Салт дәстүр әдет-ғұрыптың нәтижесінде қосылмаған қос махаббатты жеткізгісі келді. Сонымен қатар сол кездің басты проблемасы не болды? Әйел теңсіздігін жеткізгісі келді. Шұғанның белгісі хикаяттың нақты мазмұны осы екен болады. Жақсы. Айса өте жауап берді. Ерасылға кішкене әлі де дайындық керек екен. Келесі бізде екі ұяшық қалды. Екі ұяшықта жауап бермей отырған оқушылар шығын шыққысы келіп отыр екен балалар. Шығын шығамыз. Шұғанның белгісінде тағы қандай кейіпкерлер бар? Шұғанның белгісінде тағы Әбдірахман, Есімбек, Базарбай, Беркімбай және Күлзипа, Айнабай және жолаушы сияқты. Жолаушы. Жақсы. Тағы да айтылмай қалған кейіпкерлер бар ма? Шын жақсы жауап беріп жатыр, өте жақсы. Тағы да есіңізге түсірейік. Және басты кейіпкер Басты кейіпкер Шұға, Абдырахман, кім?
Маржанбике, ол кім? Шұғаның жеңгесі. Ол Шұған жеңгесі кім? Зайкүл. Маржанбике кім жеңгесі еді? Күлзипа айтылмай қалды. Тағы кім айтылмай қалды? Айнабай. Иә, одан кейін хаттасушы кім? Базарбай хаттасушы. Жақсы, өте жақсы жауап берді. Келесі төртінші сұраққа кім жауап береді? Төртінші яшыққа кім жауап береді? Төртінші яшыққа жауап бермей отырған оқушылар. Ал, Амина. Қайта шыққысы келіп отыр, Амина. Неліктен шұған белгісі деп аталған? Бұл бұрыннан шұған белгісі деп, ол бұрыннан қамысты бар деп аталған болатын. Қамысты көп деп аталған болатын, ал оның шұған белгісі деп аталған басты себебі, басты кейіпкер шұғанның әйел теңсіздігінен кесірінен қайтыс болғандықтан қабірінің белгіге айналуының себебінен шұған белгісі деп аталған болады. Бұл жер бұрын шұған белгісі болмаған, қамысты көл деген аталған. Бұл жер шұғаны сол жерде қайтыс болып жерленуіне байланысты. Бұл жерді халық не деп аталып кеткен? Шұғанның белгісі деп аталып кеткен. Жақсы, отырған. Өте жақсы жауап берді. Амина, осы сұраққа толық жауап берді. Жақсы, үй тапсырмасы, ой түрткі сұрақтар алды. Үй тапсырмасын біз толық меңгердік деп ойлаймын. Енді келесі бізде тапсырма топтық тапсырма балалар. Топтық тапсырмаға қазір әрбір топ жетекшісін сайлап алыңдар бірінші. Үміт тобы топ жетекшісін сайлап, кім сайлайсыңдар? Шығын сайладыңдар үміт тобы. Келесі арман тобы топтық жұмыс орындаймыз ғой, сондықтан топ жетекшісі болсын. Арман тобы кім? Аминаны сайлаймыз. Келесі махаббат тобы кім сайлаймыз? Азизаны сайлаймыз. Жақсы, топ басшылары тапсырманы аламыз. Қазір бірінші тапсырма, 3 тапсырма болады. Сол тапсырмамен сұрақтарды конвертте жазылған. Жақсы, қай топтан шығамыз? Үміт тобы. Топ басшысы шыға ғой. Асықты иіру әдісі арқылы топтың тапсырмасын аламыз балалар. Асық қай түске түссе, жасылға түссе жасыл конверт аламыз, қызылға түссе қызыл конверт аламыз, сарыға түссе сары конверт аламыз. Конверттің ішінде сұрақтар жазылған. Тапсырмалардың сұрақтары конверттің ішінде жазылған. Бұл асық иіру әдісі. Енді топ басшылары осы тапсырманы орындаймыз. Бірінші қай топтан бастайық балалар? Махаббат тобынан бастағым келіп тұр. Ал махаббат тобы бастайық. Ереміз, асық иіру. Бұлай ересің. Осы ересінде, сонда қай түске түседі, сол бойынша көк түсі. Асықтың үстіне ересің. Жоқ, бұлай, осы ер, сонда қай түске түседі, сол түсіне тапсырмасын аласың. Ал сары түсті ал. Жақсы. Сұрағыңды оқи ғой. Шұғаның белгісі шығармасындағы сюжеттік желіні оқиға табу арқылы композициялық құрылымына талдаңыз. Жақсы. Махаббат тобының тапсырмасы сюжеттік композициялық талдау. Жақсы. 6 минуттай уақыт берем, 6 минутта тапсырманы, топтық тапсырманы орындап шығамыз. Келесі топтың басшысы бізде кім? Арман тобынан Амина шығады. Ал, асықты үйре ғой. Үйре ғой. Жасыл, не? Жақсы. Жасыл конвертті ашып, Амина жасыл конвертті ашып, сұрақты оқи ғой. Тапсырма дара диаграмма әдісі арқылы шығармадан құбылту мен айшықтау түрлерін табыңыз. Жақсы. Арман тобы шұғаның белгісі хикаятынан топтың түрлері, айшықтаудың түрлерін табады балалар. Жақсы. Келесі шырын шыға ғой. Қызыл түсте, ал қызыл конверттегі тапсырманы оқимыз.
салыстырмалы кесте арқылы шұғаның белгісі шығармасындағы басты кейіпкерлерге мінездеме жазу. Барлығымыз қараймыз, міне бұл топтың тапсырмасы қандай екен? Кейіпкерлерге мінез ерекшелігін, одан кейін шығармадан үзінді аласыңдар, одан кейін өз ойларыңды жазасыңдар. Жақсы. Тапсырма барлығымызға түсінді ме? Жақсы. Топ басшылары топты бағалайсыңдар. Топ басшылары топты бағалайсыңдар. Өзара бағалап отырасыңдар. Барлығымыз жұмылып, топпен жұмыс жасаймыз балалар. Бірігіп отырып жұмыс жасаймыз. Жақында отырып, тұруға болады, жақындауға болады, ақылдасуға болады балалар. Ақылдасып істеймін, бұл жеке жұмыс емес, топтық жұмыс болғандықтан ақылдасып, жұптасып, сөйлесіп жұмыс, топпен жұмыс жасаймыз. Шұғаның белгісі хикаяттың толық жазуын меңгерді. Кітаптарды оқыдық, хрестоматияны оқыдық, толық меңгерді. Енді шығармашылық тапсырманы, жеке жұмыстарды барлығын сабақ өн бойында орындаймыз балалар. Бірнеше стикер пайдалануға болады, бір жетесе болады. Атыңдар ма? Бір стикермен шешкенмен бірнеше стикер бізгелеміз. Сендерге сол. Бір стикер жетпесе, бірнеше стикер бізгелеміз. Başkanım bağlaysın da topla kim kalacak bir oldu özün bağlaysın. Бірнеше топты айтамыз, секемен топты.
бәріміз бір уақытта айтайық иншалла. Yes. Уақыт жақындады. Өзі. Ал бірдей уақыт бәріміз шапалақтаймыз. Бірдей уақыт айтамыз. Болды, уақыт бітті. Шапалақтаймыз. 1, 2, 3. Қай топ бастайды? Қай топ бастайды? Үміт топ бастайды. Жасымызды қаттырақ шығарамыз, содан кейін тұра қаламыз, бұлай барлығымыз көретіндей болады. Өз ерекшелігі. Жолаушы ол есті, байсалды, оқиғаны баяндаушы және өткенді еске алушы. Ал өз пікірмен келісінше жолаушы ол әділ, шындыққа жүгіретін, өткенге құрметпен қарайтын адам. Өткен тарихты білетін адам, не? Келесі бізде кейіпкер Шыға. Шыға ол 4 ұлттың ішінде бұлаңдап өскен, Ерке қыз. және сөйлеген сөзі, жүрген жүрісі сондай паң еді. Және қайсар, батыл, тәрбиелі әрі ауқатты отбасынан шыққан. Әкесі өте ауқатты. Өз пікіріме келетін болсам, менің ойымша Шығаның өмірі ауыр болғанымен, өмірге деген сенімін жоғалтпай қиындықтарға қарсы тұра білді. Және өзінің ар-намысын сақтап, бойындағы адами қасиеттерді көрсете білді. Бойында тек адалдық пен мейірімділік кернейді. Жақсы, өте жақсы. Келесі кейіпкер ол бізде Әбдірахман. Әбдірахман адал, батыл, сезімге берік. Оның сезімге берік екендігі өз пікірімді білдіре кетсем, ол жәнегі Шығамен кездесу кезінде оның адалдығына, сырт келбетіне, тәрбиелігіне ғашық болды. Оның абыройына, байлығына емес. Осы жерде біз оның сезімге берік екендігін көре аламыз. Келесі кейіпкер Есімбек дәстүршіл, байлық пен әдет-ғұрпты жоғарғы қояды. Өз пікіріме келсем, Есімбек сол заманның қатал әкелерінің бірі болған. Қызын өз қалауымен емес, дәстүр бойынша ұзатуын жөн көрген. Дәстүр бойынша. Есімбектің қандай ерекшелігі бар? Қандай ерекшелігі бар? Топты бағыттар келді. Есімбектің қандай ерекшелігі бар? Қызын 16 жасқа келгенше ұзатпайды. Себебі? Себебі оның құдасы Қали деген құдасы құда болайын деп бұл жерде Есімбектің немесін көреміз? Сепке еркін көреміз, енді Шұғаның Әбдірахманды көргендегі қосымша топты талдап кетеміз. Қалай көрді Шұға Әбдірахманды? Әбдірахманды оны түрінен қарап, бір баланы салақы бала деп айтылды ғой деп, бірақ өзі жақсы бала деп айтылды. Олай емес. Жоқ. Ең бірінші қалай көрді? Аттан түсіп жатқан кезде, ауылда той болар кезде, киіз үйдің жанында аттан түсіп жатқан кезде көрген болатын. Сонда Шұғаның әсері қандай болды? Әбдірахманды көрген кезде, сыртынан көрген кезде, оның жап-жас екен ғой деп таң қалын білдірді. Одан кейін киіз үйге кіріп кетеді де, не істейді? Сықырлауықтан қарап тұрады. Бұл жерде сықырлауықтан қарап тұрғаннан немесін көреміз Шұғаның? Қызығушылығы, бір көргеннен ғашық болуымен, Әбдірахманға ғашық болуын көреміз. Екеуі Абдурахман болып, екеуі кездеседі. Ары қарай
алты баққанда екеуінің махаббаты алты баққанда түйісіп басталады, иә, таныстық сол жерден басталады. Жақсы, мінез ерекшелігін, кейіпкер бейнесін қай топ талдады? Үміт тобы. Енді арман тобы мен махаббат тобы бағалап кетсек, ұстаттырымдар. Ал бағалап кетсек, ал Амина топ бағалай ғой. Үміт тобын бағала. Өте жақсы мінездерін, өз пікірін өте жақсы жеткізді, бірақ та мінездеме кезінде жетіспеушіліктер болды. Кейіпкерлер толық ашылмады, Кейбір кейіпкерлер толық ашылды, ал кейбір кейіпкерлер толық ашылмады. әлі де толық ашылмай жатыр, иә? Шығармадан үзіндіні толық келтіре алмай жатыр. Жақсы. Жалпы алғанда толық талданды, иә? Толық талданды. Жақсы. Келесі отырамыз. Мына топ махаббат тобы. Мен бұл топқа жақсы Екі жұлдыз, бір тілек. Екі жақсы нәрсе, бір ұсыныс. себебі бұл топ кейіпкерлердің мінездемелерін және өз пікірлерін жақсы білдіре білді. Алайда мен мінездемені толықтыра беремін. Жақсы. Отырамыз. Келесі. Арман тобы шығамыз. Арман тобы, бәріміз тыңдаймыз. Арман тобының тапсырмасы бізде дара диаграмма әдісі. Дара диаграмма әдісінде шығармада кездесетін құбылту мен айшықтау түрлерін табу. Жақсы. Біз диаграмма әдісі, дара диаграмма әдісі арқылы топтың түрлерінен талдады. Бірінші теңеу. Осы ұрып ауызға салғанда бұл теңеу. Бұл теңеу дегеніміз ол заттың, құбылыстың ерекшелігін айқындап көрсету. Жақсы. Метафора. Жүзі құдыра сөзі құраныштарын бір шығаршын жанды құрбан қыламын. Метафора. Құбылыс пен зат ұқсастық белгілері негізінде астарлы мағынада қолданылады. Жақсы. Ережесін қосайдық, өте жақсы. Жаппас келіп қонып жатты. Бұл жерде жаппас дегеніміз снегдоха. Снегдоха ережесі. Снегдоха дегеніміз бүтіннің орнына бөлшекті, бүтіннің орнына жалқының орнына жалқыны қолдану. Жақсы. Бұл жерде снегдоханы таптыңдар, метафораны таптыңдар, эпитет таптыңдар, иә? Там неме? Ал. Кірді нұры оты шықты ішінде көтерем деп сен алмайым күшімен. Аллитерация дауыссыз дыбысын үндесе қайталану. Жақсы. Келесі. Атадан болып, мұңдық неге тудық, атадан мұңдық болып, сумас едік. Бұл жәнегі атадан деген сөзі асананс дегеніміз бұл дауыссыз дыбыстардың үндесе қайталануы. Өте жақсы. Ақ құба қалдырмалы, көзі қап-қара, эпитет заттардың ережелерін бейнелі түрде танытатын ұғым. Эпитет, иә? Эпитеттің ережесі қалай? Ерекшелігі, ерекшелігі, сын сипатының ерекшелігі. Эпитет көп. Бірнеше эпитет жаздың ба? Қанша жаздың? Аққұба, талдырма. Аққұба, талдырма, көзі қап-қара. Бұл кімнің шығанның портретінен, мысалы, иә? Үйдің іші бәрі қас көрінді деген метонимия. Иә, үйдің іші дегенде бұл жерде метонимия. Метонимия дегеніміз алмастыру, иә? Ауыстыру, иә? құбылыстың орнына оның ерекшелігін көрсетіп жазу. Өте жақсы. Жақсы. Дара диаграмма әдісі арман тобы толық талдады. Енді үміт тобы екі жұлдыз, бір тілек. Ал кім айтады? Шын айтады. Арман тобы жақсы троптың түрін жақсы талдады. Алайда метафора деген сияқты троптың түрлерін Троптың түрлерін тапты. Жақсы айтты. Троптың түрі метафора өзі біреу ақ. Тағы қандай бір ұсыныс айтасың? Мұқият тыңдау керек болады, не? Надам тапты. Ал, жақсы. Шығының жауабы жақсы. Келесі, Аружанның жауабын тыңдап жейік. Бұл троптың түрлері өте жақсы түсінген, бірақ та бұл топта белсенділік жетіспейді деп ойлаймын. Белсенділік неге? Себебі бұл жерде бір қыз өте жақсы сөйлеп тұр, ал кейбір оқушылардан белсенділігіміз дауыс интонациялары, дауыс ырғақтары кішкене төменірек болды. Жақсы.
Жақсы. Ал жалпы топ талдады. Жақсы, келесі. Ана топтан. Менің ойымша арман тобы топ түрлерін жақсы талдады. Бірақ та мен тағы бір мысалдар қосушы едім. Тағы да біраз мысалдар қосушы едім, не? Жақсы, отыра ғой. Дара диаграммасын талдаған арман тобына алғысымызды білдіреміз. Өте жақсы. Келесі. Өте жақсы. Енді келесі. Махаббат тобы. Махаббат тобының тапсырмасы балалар. Шығармаға сюжетті композициялық талдау. Біз композициялық талдау жасадық. Бастауы біз екеуелік, менің астына жортақылау топтау торы ат, ер тоқымын ескілеу, байлардың малға мінетін ер тоқымы еді. Үстімдегі қонған үйден сұрап киген шидем күпі. Жолдасым 30-40 жастардың арасындағы адам, дөңгелек кішкене дөңгелек күлімсіреген көзді сөйлемпаз адам сияқты еді. Оның астында қара бесті еді. Қара бестіні жамандатқыра мынау бір жүрмейді екен-ақ деп қара бестіге айтып жүріп еді. Кейінірек менімен қатарласып алғаннан кейін маған қарап күлімсіреп, мынау біздің алдымыздағы насуамен өтіп, біз шығаның белгісіне жетеміз деді. Жолда біз әңгімеге азырақ көңіл бөліп едік. Аттың үстінде шайқалып жүрсек те, әңгімеге аз бөліп, кідіріс жасамай едік. Бұл басталды. Байлансын. Арғы жалыстыра кетеміз. Байланысы Есімбектің үйінен Абдрахман деген Қазақбайдың учитель баласы келеді. Ол Қазақбайдың баласына Абдрахманды шұға бір көргеннен ғашық болып қалады. Оны көрген Абдрахман да шұғаға ғашық болады. Олар Алтыбақанда кездеседі. Абдрахман шұғаға өзінің сезімін білдіреді, бірақ та шұға оған түсінбегенсіз танып қалады. Жақсы. Келесі даму оқиғаның. Ол ғашықта асық ойнаушы еді. Августтың соңында аяғы болушы еді. Шұғаның белгісі атауы ол бұрында тарғын өгіз сойған атауы болушы еді. Оқиға қалай дамыды? Осы жерде учитель баласын кездесті, ары қарай қайда кездеседі олар? Алтыбақанда кездеседі. Алтыбақанда кездеседі. Бұл оқиғаның немесі болады? Дамуы. Ары қарай. Алтыбақанда кездеседі. Сол Алтыбақанда Жақсы. Абдрахманмен шұға болса кездеседі. Алтыбақанда кездесіп, екеуінің махаббаты басталады. Ары қарай келесі. Шиеленісіп. Жансаяты. Тыңдаймыз Жансаяты. Күлзипаны Арманға қоспақ ниетте болады. өте жақсы. Бірақ Абдрахман Күлзипаны не істейді? Ұнатпайды. Содан кейін не істейді Айнабай? Кімге жала жабады? Абдрахманға неме істейді? Жала жабады. Қандай жала жабады? Ары қарай Абдрахман Түрктерге ақша жала жабады және де Күлзипа жылап деген әңгімесін шығарады. Ол кезде себебі Шұға мен Абдрахманның бір-біріне деген сүйіспеншілігі артқан кез болатын. Сондықтан да Айнабай барынша тырысып осы Абдрахманды жер аудартып жібереді. Шақтау шегме бұл? Ал енді шақтау шегінде арғы шешімі неме болады? Шешімі ол болса. Абдрахманды болса алып кетеді жапасқа. Сол жапасқа алып кетпегенше жең болса, Абдрахманды қайда алып кетеді? старшын болса алып кетеді. Стражник алып, үстіне қылмыстық іс қозғалғаннан кейін оны алып кетеді де, ал Шұға не істейді? Жылайды. Шұға Қайғыдан болса алып қалады. Ары қарай тез жалғастырып жібер. Шұға қайғырып көп жылағаннан кейін тіпті тамақ ішуден де бас тартады. Соның нәтижесінде оның ұсауықпен ауырып қалады. Ұсауықпен ауырады, содан кейін шешімде не істейді? Абдрахман келген кезде Шұғаны көрмейді, қайтыс болған естейді. Жақсы. Шешімінде ең соңында трагедиямен аяқталады. Шұғаның хаты жете ме Абдрахманға? Шұғаның хаты Абдрахманға жетпейді, өз жолымен жетпейді. Жақсы. Композициялық талдауда махаббат тобы айтты, ал енді бір сөйлем айтып жібереді. Тез. Бұл жерде махаббат
оқиғаның басталуына толықтыра кетер едім және жаңағы шығаның белгісі оқиғасы қандай мақсатта екі жолаушы қандай мақсатта бастап айтты және де қалай жалғасты. Жақсы. Отырамыз. Махаббат тобы композициялық талдауды өз деңгейлерінде толық жеткізді деп ойлаймын. Жақсы, отырамыз. Келесі тапсырма. Келесі тапсырма. Балалар, концептуалдық кесте тақтаға қараймыз, ауыз жолындап жібереміз. Келесі тапсырмаларды ауыз жолындаймыз балалар. Концептуалдық кесте әдісі бойынша шығаның белгісі шығармасына берілген сөздердің мағынасын ашайық. Ал жақсы, әрбір топта ойланамыз. Бізде жазуға уақыт аз қалыпты, сондықтан ауыз жолында шештірмеді. Жақсы. Бірінші, көпке топырақ шашу. Кім жауап сөйледі? Амина? Көпке топырақ шашу бұл тұрақты сөз тіркесі, тұрақты сөз тіркесі дегеніміз бұл бір немесе одан да көп сөздердің қосылысынан пайда болған сөз және ол бір ойды білдіреді. Бір ғана мағына білдіреді. Жақсы. Келесі, қыз ойнап, келесі Анар. Мақалы болса, жас балалармен болса, боз балалармен болса, ойнауы болады. Жақсы. Келесі, шаңды аспанға шығарды. Келесі, мына топты жауап бермей отырған Анар. Сен жауап бер жұмай. Шаңды аспанға шығарды. Тұрақты сөз тіркесі. Ережесін жаңа айтып кетті, айтпаймыз. Жесір, келесі Анар. Жесір деген сөзді. Жесір ол көңіл деген сөзде Қандай мағынасы? Тұрақты сөз тіркесінде салт дәстүрмен көнерген сөзге туыстық атау ма? Туыстық атау. Анар жауап бере алмай жатырмыз. Туыстық атау. Аял жауап берді. Одан кейін Алтыбақан, келесі Азиза. Алтыбақан дегеніміз бұл салт дәстүрлері, салт дәстүр дегеніміз бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан әдет ғұрып болып табылады. Жақсы. Келесі жүрегім қайсы? Жүрегім тас төбеме шықты. Келесі топтан. Сен жауап бере алмай. тұрақты сөз тіркесі. Тұрақты сөз тіркесі. Келесі Бәйбіше, келесі Аружан. Көнерген сөздер. Көнерген сөз. Келесі болыс. Салт дәстүр. Көнерген сөз болған. Көнерген сөздің ішінде, көнерген сөздің ішінде мүшет болған. Тарихи сөз және архаизм. Соның ішінде қайсына жатады? Тарихи сөзге жатады. Жақсы, ол жағынан қатты. Тұрақты сөз тіркесі. Келесі хормен айтпаймыз. Ақсүйек. Келесі айтады. Көнерген сөз. Белес. Белес. Салт дәстүр балалар. Белес. Обашық. Көнерген сөз. Көнерген сөздің ішінде қайсысы? Тарихи сөз. Жақсы. Ине де қиянаты жоқ. Тұрақты сөз тіркесі. Ине де қиянаты жоқ деген. Жаңашылық жасамай деген мағынада. Келесі. Бізде келесі тапсырма. Екі жақты күнделікті тәсіл арқылы шұғаның белгісінің шығармасымен сөзді жұмыс жасау. Біз қазір ауызша жүргіз кетеміз де, ал үйде жазу тапсырмасын орындаймыз балалар. Түсінікпен бұл негізінде дәптер орындалу керек болса, үлгермейміз балалар. Сондықтан обашық, ал тез. Тастан топырақтан үйіп жасалған белгі. Жақсы. Қорым. Ал Өтпен адастардың сүйегі қойылған қалық белгі. келесі сойнақ. Боз балалармен Еркеназ. Қыз ойнақ. Қыздар мен жас жігіттерді кездесетін орны, кездесетін. Бешпет. Келесі бешпет. Кеудек сырт киім. Жақсы. Желпет. Амина. Бас киім. Белес. Аружан өте жақсы жауап беріп жатыр. Жасыл шетел болса шоқлар мен төбелердің төбелік. Сықырлауы. Жақсы. Енді балалар, сабағымыз соңына келіп жетті. Біздің сабағымызды қорытындылап кетсек, шұғаның белгісі хикаятын талдау арқылы сендердің сөйлеу мәнерлерінде сөздік қорларыңды дамыту, әдеби талдауды білу арқылы функционалдық сауаттылықтарды дамыту болатын. Енді кері байланыс жүргізейік, сабақтың алған мәселелерді бір сөйлеумен айтып кетті. Стекерге жарысы бар, бір сөйлеумен. Содан кейін қазір бағалаймын. Аружан. Мен сабақты өте жақсы түсіндім. Маған бұл сабақ өте қызықты әрі түсінікті болды. Жақсы, балым. Мен бұл сабақта шұғаның белгісін композициялық талдау арқылы өте жақсы түсіндім. Келесі мына топтан. Амина. Бұл сабақ өте қызықты өтті. Мен бүгін дара диаграммасын жасауды үйрендім. Жақсы. Келесі.
бүгінгі сабақ өте әсерлі және қызықты өтті. Мен бүгінгі сабақта әр кейіпкердің мінездемелерін білдім. Жақсы. Енді үйге тапсырма берсең, балалар қазіргі үйге тапсырма балалар сабағымызды қорытындылаймыз. Жазылып тапсырмасымен қорытындылаймыз. Қазіргі қоғамдағы әйел адамдардың рөлі тақырыбында есе жазып келеміз. Енді сендерді бүгінгі сабақта бағалап өтсем, жүрекпен бастадық. Жүрекпен сендерді бағалаймын. Қызыл жүрек 5 алға өте жоғары 9-10 алғандарға қызыл, 7-8 алғандарға жасыл, 5-6 алғандарға сары жүрекпен бағалаймын. Ал шырынға тоқ қызыл, аружанға қызыл, балымға қызыл, аялыға қызыл. Ал енді кімге? Бұлар 9-10 бал алған. Енді 7-8 алғандарға жасыл, жасыл. Амелге әлі де дайындықты қажет етеді. Келесі, мына топта Аружанға қызыл, 9-10 бал алғандарға Аминаға қызыл, жасыл алғандар бізде 7-8 бал алғандар. 7-8 алғандарға Ерасылға жасыл, Нұржанға жасыл, әлі де кішкене дайындық керек. Нұржан бірақ жақсы жауап берді. Жасқа жасыл, жасыл. Ал келесі мына топқа махаббат тобына ал Азизаға 9-10 бал, Еркеназға 9-10 бал, кімге 9-10 бал, жақсы жауап берді. Ал жасыл, қазір жасыл, жасыл. Сонда бізде төмен бал алған оқушы жалпы біз Шұғаның белгісі хикаятын осы сабақпен қорытындылады. Балалар сабақ барлықтарға түсінікті болды деп ойлаймын. Енді жазылым тапсырмасымен сабақты аяқтап келеміз. Жазылым тапсырмасы бізде қандай? Қазіргі уақытта әйел адамдар рөлі. Рахмет балалар. Бәріміз тұрамыз. Жақсы. Сабақ аяқталды осында балалар.